Бәріне сәлем. Мен Асель. Бүгінгі видеода демалыс күніміз қалай өтті сол туралы болады. Мына видеоны мен февральдың басында түсіргенмін, авокадоны ала салған кезде. Мінекей авокадоны сол кезде интернеттен қарадым да, осылай суға отырғызып қойдым. Авокадоның сыртын толықтай аршып аламыз да, сосын түп жағын тағы бір кесем, сонда тамыр сияқты көрініп тұрады өз дәнектің іші. Сол жағын суға тұшқоғыштың көмегімен екі жағынан шұқып қойып отырғызамыз. Негізі ютубта, тиктокта да көп көрсетеді, осыны қызық болды маған. Содан кейін көрейін дедім, шыға ма шықпай ма деп. Негізі маған осы авокадо ұнайды, бірақ ол енді на любителя сияқты. Маған өзіме тұз қосып жеген, нанға қосып таңғы асқа жеген өте ұнайды. Гвардейскийдің базарында бізде бір жерде балық сатады. Оның өзінде анда-санда сатады. Кейде бар, кейде жоқ. Сол жерде свежий балықтар кепті, содан кейін сазан алдық. Бірақ оның сыртын бізге тазалап бермейді, өзіміз тазалаймыз. Содан кейін жеңіс келіп, мінекей тазалап жатыр. Балконда, біздің балкон осындай үлкен. Сол үшін ыңғайлы. Андай туман болып тұр бізде. Балықты мен осылай бөлшектеп алам да, тұздап қоям. 10 минуттай, одан кейін гарнирына пюре картошкадан. Мінекей майды қыздырып жатырмын. Балықты мен ұнға аунатам да, қуыра беремін. Балықты мінекей қуырып алдым. Мына жерде пюреге көкпияз салып жатырмын, араластырып. Сонымен балығымыз дайын болды. Осы дорожканы да осы кезде тоқығанмын, осы жерде бітірдім мен. Крючокпен тоқыдым, трикотажная пряжамен. Негізі 2 күнде ғана тез тоқып бітірдім. Өзіме ұнады. Мінекей велосипедті жуудың да кезегі келді, көктем басталысымен. Қыс бойы бұл велосипед подвалда тұрды, бірінші этаждың астында. Мысықтар қыс бойы жатқан, тышқан, одан кейін кірлеген, әбден шаң басып қапты. Содан кейін осылай хозяйственный мыламен жуып шықтым, ваннаға салып. Кеткен сияқты кірлері бәрі. Негізі мен үйде жұмыс жасағанда музыка қосып қоямын. Солай тез жұмыс бітетін сияқты көрінеді маған. Араларыңызда корейский сериал көретін адамдар бар ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Мен өзім жақсы көрем, корейский сериалдар мектеп кезінен көремін. Қазіргі менің көріп жатқан дорамам ол Слава деген. Оның бірінші частын бітірдім, мен қазір екінші частын көріп жатырмын. Өте қызық. Netflix түсірген. Және атақты актриса ойнайды ол жерде. Сонысымен қызық. Мен негізі сол сайттан көрем, көбінесе. Ұнайды өзіме. Велосипедті жуып бітірдім. Бір жарты сағаттай жуған шығармын. Бірінші ыстық сумен жудым, одан кейін суық сумен шайқап шықтым. Келесі кезек мына жерде балалардың ойыншықтарын жинау. Балаларды папасымен бірге сыртқа шығарып жердім. Далада ойнап келсін деп өзім мына ойыншықтардың бәрін жинап шықтым және пылесостадым. Негізі ойыншықтардың бәрін бөлек-бөлек салам, бірақ бәрібір шашып тастайды. Солай. Тағы да мен кино көргенді де жақсы көремін. Ужастарды, триллер және өмірде болған оқиғаларды және сумен қатысты кинолардың бәрін жақсы көремін. Акула туралы, крокодил туралы, солар жеп кететін.
сондай кинолар ұнайды маған. Және де біз суббота воскресенье үйде болғандықтан жеңіс бірге балалар ұйықтағанда кино көреміз. Моншықтарды жинап болдым. Одан кейін пылесостадым. Мен пылесостайым дегенше уже балалар үйге даладан кіріп қойды. Мына жерде штативім қозғалып кетті. Пылесостың арқасында. Пылесостап болғаннан кейін обедімізді іштік, полын жудым. Одан кейін балалар ұйықтады, түскі ұйқыға. Мінекей мына жерде стол жайып қойған сәт. Ал бізге ас болсын. Мінекей мына видео 22 наурызда түсірдім. Мінекей авокадом өсіп шықты, тамырланып келе жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді бұны кішкене өскеннен кейін горшокқа отырғызамын. Мына жерде екіншісі бар тағы да. Ол әлі енді келе жатыр. Енді көреміз бұны. Дұрыс кеспедім ба деп қоям. Ал енді осы видеоның соңы. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.